Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін истихфарды айтып жүргенімізге мінекей 17-ші күн болды. Кешегі күнге тиесіліні әлі оқудамын. Кеше 2000 рет айтқан болатынмын осыны. 2000 рет айттым. Қазір жалғастырып 5000-ға жеткізуге тырысам. Бұл кешегі күнге тиесілі истихфар. 5000 ретке жеткізу. Күнделікте енді барынша айтып жүруге тырысам. Кеше енді белгілі бір себептерге байланысты айтамадым. Сол үшін де бүгін жалғастырудамын. Бүгін 17-ші күн, бүгін даже 18-ші күнді де оқуым керек. Кеше негізінде 2000 рет айттым да. Енді қазір 5000-ға жеткізіп, сөйтіп бүгінгі күнді басынан бастаймын. Оның да видеосын салатын боламын, Құдай қаласа. Алла нәсіп етсе, енді күнделікті айтып жүруге тырысайық. Енді шама жеткенше ғой, күнде 5000-ға жеткізетін болсаңыз, оның да пайдасы өте көп та негізінде. Оның пайдасын кәдімгідей сезінесіздер. Ертеңгі күнге деген уайымыңыз кетіп қалар ғой басыңыздан.